Нұрсұлтан Назарбаев трибунаға қайта оралды. Бұл жолы ол елордада өткен Астана клуб сессиясына қатысып сөз сөйледі. Көптен бері көрінбей кеткен экс-президент жылтыңдап қайта сахнада жүр. Соған қарағанда пенсияда тыныш жатқан ұнамай жүрген секілді. Одан бөлек Назарбаев аталған форумға екі қызын жетектей келіпті. Бұл Нұрсұлтанның 1,5 жылдан кейінгі жұрт алдына шығып сөз сөйлегені болатын. Нұрсұлтан шетелдік эксперттердің алдында не деді? Дариға мен Динара қыздарын ертіп келгендегі ойы қандай? Бұл әлде форумды пайдаланып халықаралық деңгейдегі мәселесін шешкісі келгені ме? Жалпы соңғы уақытта Назарбаевтар әулетіне тықыр таянды. Жұрт алдына шығып біресе кітап шығарып, біресе бауырларын ақтап әлек. Мұның қандай сыры бар? Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалды бостандыққа шығу үшін өтініш беріп жатқан көрінеді. Сатыбалды сытылып кетсе, мемлекетке қандай қауіп төнуі мүмкін? Көрген дұрыс көрермені, еткен еңбегімізді бағалай кетіңіз, кеттік. Я всегда буду размышлять о состоянии и будущем того мира, в котором нам предстоит жить. Нұрсұлтан Назарбаев 1,5 жылдан кейін жұрт алдына шығып сөз сөйледі. Бұл жолы ол халықаралық деңгейдегі ұйымдастырылған Астана клуб сессиясына қатысыпты. Назарбаев көзден кетті, көңілден де кетті ау деп жүргенімізде экс-президентке пенсияда тыныш жатқан ұнамайды екен. Немесе іші пысты ма? Не дегенмен бұл жақсарым емес. Сөз басын санкция жайынан бастады. Соған қарағанда Назарбаевтар әулетін біраз шаруасы санкцияның кесірінен тоқтап тұрған секілді. Естеріңізге салсақ, Ресей мен Украина соғысынан кейін Еуропа Ресейге тауар тасымалдауға федерациямен келіскен әр мемлекетке шектеу қойылатынын айтқан. Қазақстан осы орайда қауіпті аймақта тұр. Негізінен елде қарапайым кәсіпкер шетелге тауар тасымалдай алмайды. Ондай бизнес тек Назарбаевтар әулетіне, оған жақын болған адамдардың ғана қолынан келеді. Я всегда буду размышлять о состоянии и будущем того мира, в котором нам предстоит жить и предстоит жить нашим детям и внукам. Назарбаев Астана клуб форумында Дариға мен Динара қыздарын ала келіпті. Тіпті Дариғаның қасына Сума Чакрабартиді отырғызып қойған. Ол кім дейсіздер ғой? Сума Чакрабарти Ұлыбритания королінің әкімшілігін басқарған тұлға. Еуропалық дамыту банкі басшысы да болыпты. Шенділер айтпақша, билікте екс деген түсінік жоқ. Тақтан кетсе де кез келген шақта сөзі өтімді. Дариға Назарбаеваның 40 миллион фунт тұратын зәулім сарайы бар. Ол офшорлық компания арқылы елі кетеді. Одан бөлек күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен қызы Динараның Санин-Хилл парк сарайын сатып алған. Олар бұл үйді Ұлыбритания королінің бауыры Ханзада Эндрюдан алыпты. Тіпті сарайдың құны 15 миллион фунт деп бағаланыпты. Лондон соты санкция кезінде елдегі бірқатар активтерге тексеріс жүргізген еді. Осы орайда Назарбаевтар отбасы елі кететін мүліктерге шектеу қойылған. Одан бөлек Назарбаевтар әулеті Казатомпром компаниясына елі кетеді. Ресейге салынған санкциядан кейін Еуропа орыстардан уран алуды тоқтатты. Ендігі жерде Казатомпром Еуропаға атом жанармайын тасымалдауға ниет білдіріп отыр. Міне осындай дүниелердің шешілуі үшін халықаралық деңгейдегі мықтыларды елге шақырып келіссөз өткізеді. Ал форум тек сылтау ғана. Мы также создали банк ядерного топлива для тех, кто хочет использовать его в мирных целях, не проводя мероприятия по обогащению урана. Однако без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно. Айтпақшы, аталған Астана клуб шарасын елбасы қоры ұйымдастырыпты. Осымен 7-ші рет өткен шарада Назарбаев тағы да Қазақстанды өзін құрып осындай деңгейге дейін жеткіздім деді. Одан бөлек 90-ға жақындаған экс-президент халықаралық деңгейдегі дауларды шешудегі тәжірибем бар деп біраз бөлісті. Тіпті Түркия мен Ресейдің Сирия соғысын тоқтатуға дейін көмектестік деді. Қазір бір-біріміздің тілімізді таппасақ, әлемдік деңгейдегі шиеленістің алдын аламыз дегенге келтірді. Бұл бір тараптан қартайған арыстанның соңғы мінез көрсетуі деп топшыладық. Сонымен, экс-президент екі қызын жетектеп халықаралық форумға не үшін қатысқандығын түсіндік. Айта кету керек, аталған шараға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатыспады. Үкімет кабинетіндегілер де көрінбеді. Назарбаев өзінің жазған мемуарын мақтап, бір-екі данасын келген қонақтарға сыйлап жіберді. Нұрсұлтан Әбішұлы осы кезде өзінің мықты маркетолог екендігін көрсетті ме, қалай өзі? Назарбаев өз отбасын қырғыштай қорғап келеді. Тескендеріңді аямаймын деп те айтқан. Жақында шығарған кітабында отбасы жайлы да айтқан еді.
Айтпақшы, Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалды бостандыққа шығуға дайындалып отырған көрінеді. Адвокаты клиентін мерзімінен бұрын шығару үшін өтініш беріпті. Қайрат Сатыбалдының мерзімінен бұрын бостандыққа шығуы әділетті Қазақстан идеологиясына қарама-қайшы емес пе? Назарбаевтың кітабінде інісіне қарата айтылған сөзінде оның кінәсі жоқ, бірнеше заңды бұзғаны өкінішті дегенге келтірген еді. Қара халық тауық ұрлап 10 жылдап түрмеге қамалып жатқанда, миллиардтарды жымқырған жемқорлар барынша аз мерзімге түрмеде отырады. Одан қалды кесілген уақытын өтегісі келмей бостандыққа шығуға асығады. Қазіргі Қазақстанның кейпі осы. Естеріңізге салсақ, Қайрат Сатыбалды 2022 жылдың наурыз айында Қазақтелеком акционерлік қоғамының лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланды және қаражатын аса ірі мөлшерде жымқырды деген күдікпен ұсталған. Ол 2022 жылдың қыркүйек айында 6 жылға сотталған болатын.